Таңғы самал ауылды баяу тербеп тұрды. Күннің алғашқы шапағы төбелерді алтын түске бояп, құстар сайрап жатқан. Бұл бәрі бақытты көрінген соңғы таң еді. Ерлан Сейітқазылы ауылда ағаш жарып жатқан. Жасы 26-да, ұзын бойлы, қайратты, адал еңбегімен елге сыйлы жігіт. Әкесі Сейітқазы өмірден ерте озған. Содан бері жалғыз анасы Шолпандай алап, бар ауыртпалықты өзі көтеріп келеді. «Балам, бүгін демалсаңшы», деді Шолпан есік алдына шап. «Демалуға уақыт көп болады апа, әуелі тойды өткізейік». Еркежанды келін етіп түсіретін күнді ойласам, жүрегім елжірейді. Ерлан күлімсіреп анасын құшақтап алды. «Сізді бақытты ету менің ең үлкен арманым». Шолпан баласының маңдайынан сүйді. «Әкең де дәл сендей еді, адал болатын». Сол адалдығы өзіне жау болды. Ерлан бұл сөзге мән берген жоқ. Түс ауа ауыл сыртындағы өзен жағасына Еркежан келді. Ұзын қара шашын самал жел тербеп тұр. Ерланды көргенде жүзі нұрланып сала берді. «Күттіріп қойдың ба?» «Өмір бойы күттесең де күтемін», деді Ерлан күліп. Еркежан оның иығынан ақырын ұрып жіберді. «Кейде сөзіңе сену қиын, онда дәлелдейін». Ерлан қалтасынан кішкентай сақина шығарып, Еркежанның саусағына тақты. «Үлкен сақинаны той күні тағамын, бірақ осы сақина менің уәдем». Еркежанның көзіне жас келді. «Маған алтынның керегі жоқ, жанымда өзің болсаң болды». Екеуі құшақтасып тұрғанда, алыста тоқтап тұрған қара жол талғамайтын көріктің ішінде екі адам үнсіз бақылап отырған. Рөлде Шерхан, қасында ұлы Рауан. Рауанның жүзі қызарып біткен. «Әке, тағы бірге жүр». Шерхан үнсіз темекісінен бір сорды да, көріктің терезесін ашып, қолын сатқа лақтырып жіберді. «Бір қыз үшін есіңнен айырдың ба? Ол қызды мен сүйемін. Ал ол ше?» Рауан тістеніп қалды. Ол Ерланды сүйеді. «Онда қызды емес, жігітті жолдан алып тастау керек». Рауан әкесіне жалт қарады. «Не айтқың келіп тұр?» Шерханның жүзінде суық күлкі пайда болды. «Кейде адамды өлтірудің қажеті жоқ. Оның өмірін құрту жеткілікті». Кешке қарай ауыл жастары футбол алаңына жиналды. Ерланның жанында бала күнгі досы Дидар жүрді. «Бауырым, тойыңды күтіп жүрмін», деді Дидар күліп. «Сен менің оң қолым боласың». «Әрине». Ерлан досын құшақтап алды. «Сенен басқа сенетін адамым жоқ». Дидар еріксіз жымиды, бірақ сол сәтте телефонына хабарлама келді. «Бәрі бүгін түнде болады, уәде еткен ақша дайын». Жіберуші Рауан. Дидардың өңі бозарып кетті. Кешке Еркежан үйіне қайтып бара жатқанда, алдынан құрбысы Жаннұр шықты. «Еркежан, не болды? Мен саған бір нәрсе айтуым керек». «Айта бер». «Бүгін Рауан мен Шерханның әңгімесін естіп қалдым». Еркежанның жүрегі дүрсілдеп кетті. «Не деді?» «Ерланды құртамыз» деді». «Қалай?» «Естіп үлгермедім, бірақ түрлері өте қорқыныш» деді. Еркежан ештеңе деместен Ерланға телефон соқты, бірақ абонент жауап бермейді. Түн, ауылды қараңғылт басқан. Кенет тау жақтан әйелдің жан түршігерлік айқайы естілді. «Адам өлтіртті!» Бірнеше минуттан кейін полиция көліктері ауылға лап қойды. Сол түні Ерлан үйіне енді ғана кірген. Есік тарс ашылды. «Ерлан Сейітқазылы?» «Иә, сіз кісі өлтірді деген күдікпен ұсталдыңыз». «Не?» Полиция қызметкері үстелдің үстіне қанға боялған күртені тастады. «Мынаны танисыз ба?» Ерланның көзі шарасына шығып кетті. Бұл өзінің күтесі еді. Бұл мүмкін емес. Дәл сол сәтте аула сыртында тұрған қара көліктің ішінде Рауан терезеден қарап мысқылдай күліп отырды. «Қош бол, Ерлан. Сенің өмірің дәл бүгін аяқталды». Полиция қызметкерлері Ерланның қолына кісен салды. «Жоқ, қателесіп тұрсыздар», деді Ерлан абдырап. «Мен ешкімді өлтірген жоқпын». «Бәрін бөлімшеде айтасыз», деді тергеуші суық үнмен. Шолпан ұлының алдына жүгіріп шықты. «Баламды алып кетпеңдер, ол өмірінде біреуге жамандық жасаған емес». Полиция үнсіз қалды. Ауыл адамдары бірінен соң бірі жинала бастады. «Естіп педіңдер, Ерлан кісі өлтіртті» дейді. «Сыртынан момын көрінетін. Ешкімнің ішін білмейсің». Бұл сөздер Ерланның жүрегіне пышақтай қадалды. «Мен кінәсізбін», деп айқайлады ол. «Маған сеніңдер». Бірақ ешкімнің көзіне сенім ұяламады. Еркежан халықты итеріп өтіп Ерланға жетті. «Жоқ, бұл өтірік. Ол мұндай қылмысқа бармайды». «Еркежан, үйіне қайт», деді полиция қызметкері. «Жоқ, мен ешқайда кетпеймін». Ерлан оның көз жасын көріп, барынша сабыр сақтауға тырысты. «Маған сен, мен ешкімді өлтірген жоқпын». «Мен сенемін, қандай жағдай болса да сенемін». Полиция көлігі қозғала бастағанда Еркежан соңынан жүгірді. «Ерлан!» Ерлан тек артына бұрылып қарады. Бұл олардың ұзақ уақытқа созылатын соңғы кездесуі екенін ол әлі білмейтін.
Ауыл шетіндегі қара көлікте Рауан мен Шерхан үнсіз отырды. Бәрі жоспар бойынша өтті, деді Рауан жымиып. Шерхан салқын ғана басын изеді. Әлі ерте қуанба, ең қауіптісі шындық. Шындықты ешкім білмейді. Бір адам біледі. Рауан селк ете қалды. Кім? Дидар. Рауанның қабағы түйілді. Ол үндемейді, ақшасын алды. Ақша алған адамның ойы өзгеруі мүмкін, есіңде болсын. Осы кезде Дидар үйінде әрі-бері жүріп мазасызданып жүрген. Үстел үстінде қалың ақша жатыр. Ол ақшаға қайта-қайта қарап, екі қолымен басын ұстап отырды. Мен не істедім? Оның көз алдына Ерланның бүгінгі сөзі келді. Сенен басқа сенетін адамым жоқ. Дидардың қолы дірілдеп кетті. Кешір мені, бауырым. Таң ата тергеушілер Ерланды қылмыс болған жерге алып келді. Жердің бәрі полиция лентасымен қоршалған. Шөптің арасында бір ер адамның денесі жатыр. Ерлан алғашында жүзіне қарамады, бірақ жақындай бергенде денесі мұздап кетті. Жоқ, өліп жатқан адам. Ауылдың учаскелік инспекторы Болат еді. Болат бірнеше күн бұрын ғана Шерханның заңсыз істеріне қатысты құжаттар жинап жүрген. Ерлан оны жақсы танитын. Мен оны кешеден бері көрген де жоқпын, деді Ерлан. Тергеуші үнсіз қалтасынан мөлдір пакет шығарды. Пакеттің ішінде қанға боялған пышақ тұр. Бұл пышақтан сіздің саусақ ізіңіз табылды. Ерланның демі тарылып кетті. Бұл мүмкін емес. Ол пышақты өмірінде көрмеген. Сол сәтте Жаннұр полиция қоршауының сыртында тұрған еді. Ол кенет жерде жылтырап жатқан бір затты байқап қалды. Ешкімге білдірмей еңкейіп алды. Бұл көліктің сынған қара фарасының бөлшегі еді. Жаннұрдың есіне кеше түнде ауыл шетінен үлкен қара жол талғамайтын көліктің зулап өткен дыбысы түсті. Ол бөлшекті үнсіз сөмкесіне салып қойды. Бұл біреудің кінәсіз екенін дәлелдейтін жалғыз айғақ болуы мүмкін. Ал алыстан мұның бәрін бақылап тұрған Рауанның жүзі күрт өзгерді. Өйткені Жаннұрдың не тауып алғанын ол әлі білмейтін еді. Полиция көліктері ауылдан біртіндеп парай бастады. Бірақ Жаннұрдың жүрегі орнына түсер емес. Сөмкесінің ішіндегі кішкентай ғана қара фараның сынығы оған ауыр жүк болып көрінді. Егер мұны көрсетсем, бәрі өзгеруі мүмкін. Бірақ кімге сенемін, деп күбірледі ол. Тергеу изоляторы. Темір есік тарс жабылды. Ерлан алғаш рет тар, суық камерада жалғыз қалды. Ол қабырғаға сүйеніп отырып қалды. Мұның бәрі түс шығар, қазір оянам. Бірақ оянбады. Сол сәтте есік ашылып, жас тергеуші кірді. Ерлан Сейітқазұлы, бізге шындық керек. Қылмысыңызды мойындасаңыз, жазаңыз жеңілдеуі мүмкін. Ерланнан басын көтерді. Мен мойындайтын ештеңе жасаған жоқпын. Айғақтардың бәрі сізге қарсы. Айғақтарды қолдан жасауға болады, бірақ арыжданды қолдан жасау мүмкін емес. Тергеуші үнсіз жауап берді. Ал ауылда Шолпан 3 күннен бері дұрыс тамақ ішпеген. Есіктің алдына шығып, ұлының бос қалған етігіне ұзақ қарап отырды. Балам, сен қайдасың? Көршілер келіп жұбатты, бірақ кейбіреулердің сөзі жүрекке одан сайын батты. Шолпан апа, шыдайсыз енді. Заң өз жұмысын істейді. Кінәсіз болса босап шығар. Шолпан көз жасын сүртіп, менің балам кісі өлтірмейді, деді нық дауыспен. Еркежан болса ауданға барып адвокат іздеп жүрді, бірақ ешкім бұл іске араласқысы келмеді. Айғақ өте көп, деді бір адвокат. Бірақ ол кінәсіз. Кешіріңіз, мен бұл істі алмаймын. Еркежанның үміті біртіндеп сөне бастады. Дәл сол кезде оны Жаннұр тоқтатты. Еркежан, мен саған маңызды нәрсе айтуым керек. Не болды? Жаннұр жан-жағына қарап алып, сөмкесінен қара фараның сынығын шығарды. Мұны қылмыс болған жерден таптым. Еркежан таңырқап қалды. Бұл не? Кеше түнде сол жерден қара джиптің қатты жылдамдықпен кетіп бара жатқанын көрдім. Сен неге полицияға айтпадың? Жаннұр үнсіз қалды. Қорықтым. Осы кезде Рауан әкесінің кабинетіне кірді. Әке, Жаннұр бірдеңе тауып алған сияқты. Шерханның жүзі сырланып кетті. Сенімдісің бе? Иә. Шерхан орнынан баяу тұрды. Онда бүріннен бастап ол қыз әр қадамын бақылауда болады. Егер полицияға айтып қойса ше? Шерхан салқын ғана күлді. Айтпайды. Неге? Өйткені қорқатын нәрсесі болады. Кешке қарай Жаннұр үйіне қайтып келе жатты. Көшеде адам жоқ. Кенет артынан қара көлік баяу келіп тоқтады. Есік ашылды. Ішінен 2 бейтаныс адам түсті. Жаннұр, сенсің бе? Иә, бізбен бірге жүресің. Сіздер кімсіздер? Екеуі жауап берместен оған қарай жақындай бастады. Жаннұр шегіне берді. Қолындағы сөмкесін қыса ұстап, жақындамаңдар, деп айқайлады. Дәл сол сәтте көліктің ішінен Рауанның дауысы естілді. Жаннұр, кейде көрген нәрсені ұмытып кеткен тұрс.
Жаннырдың денесі дірете қалды. Ол бұрылып, бар күшімен қараңғы көшеге қарай жүгірді. Ал артынан қуған адамдардың аяқ дыбысы күннен күнге жақындай түсті. Түн қараңғылығы ауылды түгел жапқан. Жаннұр жаншыра жүгіріп келеді. Артынан қуған екі адамның аяқ дыбысы жақындаған сайын жүрегі кеудесінен шығып кетердей соқты. Тоқта деген айқай жаңғырды, бірақ Жаннұр тоқтамады. Ол ауылдың ескі қоймасына қарай бұрылып, ағаштардың арасына кіріп кетті. Қараңғылықтың арқасында ізін жоғалтқандай болды. Бірнеше минуттан кейін аяқ дыбысы алыстай бастады. Жаннұр демін әрең алып, ағаштың түбіне отыра кетті. Қолын сөмкесіне салды. Фараның сынығы орнында екен. Құдайым, Ерланды құтқаратын жалғыз дәлел осы шығар. Сол түні Рауан ашуға булығып үйіне келді. Таба алмадыңдар ма? Екі жігіт үнсіз бастарын төмен салды. Кешіріңіз, қашып кетті. Рауан үстелді жұдырығымен бір ұрып жіберді. Бір қыздан жеңілдіңдер ме? Дәл сол кезде бөлмеге Шерхан кірді. Айқайлама. Әке, ол қыз ертең полицияға барады. Бармайды. Неге сонша сенімдісіз? Шерхан орындыққа жайғасып отырды. Өйткені оның әлсіз тұсын білемін. Қандай? Анасы. Рауан әкесінің не айтқысы келгенін бірден түсінді. Ертеңіне таңертең. Жаннұр үйіне жеткенде анасы орында жоқ еді. Үстелдің үстінде бір ғана қағаз жатыр. Анаң біздің қолымызда. Егер кеше тапқан дүниең туралы бір ауыз сөз айтсаң, анаңды енді тірідей көрмейсің. Жаннұрдың қолындағы қағаз жерге түсіп кетті. Жоқ, ол тізерлеп отырып қалды. Анашым. Сол уақытта аудандық уақытша ұстау изоляторында Ерланға күтпеген қонақ келді. Темір тордың ар жағында Дидар тұр. Екеуі үнсіз ұзақ қарасты. Келдің бе? Деді Ерлан күлімсіреуге тырысып. Дидардың көзінен жас шығып кетті. Кешір мені. Не үшін? Мен... Дидардың ерні дірілдеді. Бірақ дәл сол сәтте тергеуші кіріп келді. Уақыт бітті. Жоқ, менің айтатын сөзім бар, деді Дидар. Сыртқа шығыңыз. Дидар амалсыз бұрылып кетті. Ерлан оның соңынан қараттырып, іштей, неге кешірім сұрады? Ол менен нені жасырып жүр, деп ойлады. Кешке қарай Еркежан үйінде отырғанда есік қағылды. Ашса, алдында Жаннұр тұр. Бірақ оның жүзі бозарып кеткен. Не болды? Жаннұр жылап жіберді. Мен ештеңе айта алмаймын. Неге? Айтсам, анамды өлтіреді. Еркежан серкете қалды. Кім? Жаннұр үнсіз басын шайқады. Бірақ бір нәрсені біл. Ерлан кінәсіз. Еркежанның көзінен жас парлап кетті. Мен оны қалай болса да құтқарамын. Жаннұр қолындағы сөмкені қыса ұстап тұрды. Оның ішінде әлі де сол қара фараның сынығы жатқан еді. Екеуі де білмейтін бір нәрсе болды. Оларды үйдің қарсы бетіндегі қара көліктен біреу бақылап отырған. Бұл Шерхан еді. Ол телефонын алып біреуге қоңырау шалды. Бүгін түнде дәлелді алып келіңдер. Ал қыздар ше? Деген дауыс естілді. Шерхан еш ойланбастан, куәгер қалмасын, деді. Түнгі сағат 12. Ауыл көшелері қаңырап бос қалған. Алыстан иттердің үрген дауысы ғана естіледі. Еркежан мен Жаннұр үйдің шамдарын сөндіріп үнсіз отыр. Екеуі де бір-бірінің жүрек дүрсінін еститіндей. Бізге бұл жерден кету керек, деді Еркежан сыбырлап. Жаннұр басын изеді. Бірақ, анам, алдымен сені аман алып қалайық, анаңды да табамыз. Дәл сол сәтте, тас, терезенің әйнегі шағылып түсті. Екеуі де серкете қалды. Сырттан дөрекі дауыс шықты. Есікті ашыңдар. Артынша тағы бір соққы. Ашыңдар дедім. Жаннұрдың қолы дірілдеп кетті. Олар келді. Еркежан жан жағына қарап артқы есікті көрсетті. Жүр. Екеуі қараңғылыққа сіңіп, үйдің артымен қаша жөнелді. Үйдің алдына қара түсті жол талғамайтын көлік келіп тоқтады. Көліктен Рауан мен 3 жігіт түсті. Рауан сынған терезеге қарап тістеніп қалды. Тағы да кешіктік. Енді қайда барады, деді жігіттердің бірі. Алысқа ұзамайды. Рауан телефонын шығарып. Ауылдың барлық шығатын жолын жабыңдар. Екеуі де бүгін қолға түсу керек. Осы уақытта Дидар үйінде мазасыз күйде отыр еді. Оның алдында ақша толы сөмке жатыр. Ол сөмкені ашып қарады. Бір сәттен кейін орнынан тұрып ақшаны пешке лақтырып жіберді. Жалын лап етіп көтерілді. Қарғыс атсын, ақша көз алдында жанып жатты. Осы ақша үшін досымды сатып кеттім. Дидар көз жасын тыя алмады. Жоқ, бұлай өмір сүре алмаймын. Ол күртесін киіп сатқа атып шықты. Не болса да бәрін мойындаймын. Тергеу изоляторында Ерлан тар камерада көзілмей отырды. Кенет есік ашылды. Күзетші, саған хат келді, деді. Ерлан таңырқап хатты алды. Хаттың ішінде бір ғана сөйлем жазылған еді. Саған опасыздар жасаған адам, өзім бауырым деп жүрген жан. Ешқандай қолтаңба жоқ.
Ерлан қайта-қайта оқыды. Жоқ, Дидар олай істемейді. Бірақ дәл сол сәтте Дидардың түрмеге келіп, кешір мені деген сөзі есіне түсті. Жүрегі шым ете қалды. Ал ауылдың сыртындағы ескі көпірдің астында Еркежан мен Жаннұр тығылып отырды. Жаннұр жылап жіберді. Менің кесірімнен бәрі болып жатыр. Жоқ, деді Еркежан, оның қолынан ұстап. Кінә сенде емес, кінә шындықтан қорқып, жазықсыз адамды құрбан еткендерде. Дәл сол сәтте алыстан көлік шамдары көрінді. Бір емес, екі емес, 5 көлік қатарласып келе жатты. Жаннұрдың өңі қашып кетті. Олар бізді тауып қойды. Еркежан үнсіз Жаннұрдың қолынан ұстай түсті. Қашуға жол жоқ. Көліктердің есіктері ашылды. Қараңғылықтан қаруланған адамдар түсе бастады. Ал олардың артында баяу ғана Рауан келе жатты. Ол күлімсіреп, енді ойын аяқталды деді. Жалғасы бар. 6 бөлім. Дидардың опасыздығы. Түн. Ескі көпірдің маңы көлік шамдарының жарығына бөленді. Рауан көліктен асықпай түсіп, қолын қалтасына салды. Қашып құтыламыз деп ойладыңдар ма? Деді ол, суық жымиып. Еркежан Жаннұрды артына жасырып тұрды. Бізден не қалайсың? Өте қарапайым нәрсе. Рауан қолын созды. Қолдарындағы дәлелді беріңдер. Жаннұр үндемеді. Қандай дәлел? Деді Еркежан. Ақымақ болмаңдар, Фараның сынығын айтып тұрмын. Еркежан мен Жаннұр бір-біріне қарады. Рауан олардың жүзінен бәрін түсінді. Демек, шынымен сендерде екен. Рауанның адамдары екі қызға жақындай бастады. Дәл сол сәтте алыстан көліктің жарығы көрінді. Көлік қатты жылдамдықпен келіп, олардың дәл жанына тоқтады. Есік ашылып, ішінен Дидар түсті. Жетеді. Рауан таңырқай қарады. Сен мұнда не істеп жүрсің? Қыздарды жібер. Сен бұйрық беретін адам емессің. Дидар бір қадам алға шықты. Мен үлкен қателік жасадым, бірақ енді қайталамаймын. Рауан мысқылдай күлді. Есіне арыжданың енді түсті ме? Иә, кеш қалдың. Еркежан антаң болды. Дидар, не туралы айтып тұр? Дидар көздерін төмен түсірді. Ерланның ұсталуына мен себепкермін. Жаннұрдың қолындағы сөмке жерге түсіп кетті. Не? Рауан маған көп ақшасынды. Мен Ерланның күртесін алып бердім. Сол күртеге қан жаққанын кейін білдім. Еркежанның көзінен жас ыршып кетті. Сонда сен ең жақын досыңды сатып кеттің бе? Дидар жылап жіберді. Ақша үшін емес, олар анамды өлтіреміз деп қорқытты. Мен қорқып кеттім. Бірақ кейін бәрін түсіндім. Рауан ашыланып айқайлады. Аузыңды жап. Жоқ, бүгін бәрін айтамын. Рауан беліндегі тапаншасын суырып алды. Онда бірінші болып сен өлесің. Еркежан айқайлап жіберді. Жоқ. Дәл сол сәтте парс! Мылтық дауысы түн тыныштығым қағайырды. Бәрі қатып қалды. Дидар кеудесін ұстап тізерлей құлады. Ақ көйлегі әп-сәтте қанға боялды. Еркежан жүгіріп барып, оны құшағына алды. Дидар, жоқ, көзіңді аш. Дидар әрең дем алып жатты. Ерланға айтымдар, мен кешірім сұраймын. Өтінемін, сөйлеме, жедел жәрдем шақырамыз. Дидар әлсіз жымиды. Жаннұр, иә, дәлелді, ешкімге берме. Ол Ерланды құтқарады. Осы сөзден кейін оның қолы салбырап түсті. Көзі жұмылды. Еркежанның жан дауысы тінді жаңғыртты. Жоқ! Ал Рауан үнсіз тұрып қалды. Ол Дидарды жараламақ болған, бірақ оның тірі қалатынына сенімдемес еді. Дәл сол кезде алыстан полиция сиренасының үні естілді. Шерхан Рауанға айқайлады. Көлікке отыр, қазір. Рауан соңғы рет Еркежанға өшпенділікпен қарап, бұл әлі біткен жоқ, деп қара көлікке отырып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Ал жерде қансырап жатқан Дидардың жанында Еркежан мен Жаннұр көз жасына ерік беріп отырды. Жедел жәрдем көлігінің дауысы түн тыныштығын бұзып, көпірдің жанына келіп тоқтады. Дәрігерлер Дидарды зембілге жатқызып, ауруханаға қарай асықты. Еркежан көз жасын сырта алмай, көлікке бірге отырды. Жаннұр да үнсіз соңынан ерді. Аурухана. Ота бөлмесінің қызыл шамы жанып тұр. Дәлізде тек үнсіздік. Еркежан екі алақанын жайып, Алла аман алып қалшы, ол тірі қалса болды, деп дұға етті. Жаннұр оның иығына қолын қойды. Ол тірі қалуы керек, әйтпесе шындықты ешкім дәлелдей алмайды. Сол сәтте ота бөлмесінің есігі ашылды. Дәрігердің жүзі ауыр еді. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Еркежан орнынан атып тұрды. Ол тірі ме? Дәрігер үнсіз басын изеді. Әзірге тірі, бірақ жағдайы өте ауыр. Егер айтатын сөзі болса, қазір ғана айта алады. Палата. Дидардың тынысы әрең шығып жатыр. Жүзі аппақ. Еркежан жанына келіп қолынан ұстады. Дидар көзін баяу ашты. Еркежан, ештеңе айтпа, демал. Жоқ, уақытым аз. Жаннұр телефонның диктофонын байқатпай қосып қойды.
Айта бер. Дидар көзінен жас шығарды. Ерлан, ештеңе істеген жоқ. Білеміз, Болатты Рауан өлтірген жоқ. Еркежан мен Жаннұр бір-біріне таңырқай қарады. Не дедің? Болатты басқа адам өлтірді. Кім? Дидардың ерні дірілдеп кетті. Шерхан. Палата іші бір сәтке тым-тырыс болып қалды. Не? Болат Шерханның заңсыз құжаттарын алып қойған. Сол үшін Дидар әрең сөйлеп жатты. Ал Рауан бәрін ұйымдастырды. Дәлел бар ма? Дидар әлсіз ғана басын изеді. Шерханның ескі диірмендегі қоймасында қара сейф бар. Оның ішінде не бар? Бәрі ақша, құжаттар, бейне жазбалар. Кілті ше? Дидар қалтасынан кішкентай күміс кілтті шығарып, Еркежанның қолына салды. Осы. Еркежанның қолы дірілдеп кетті. Бұл Ерланды ақтай ма? Иә, Дидар жымиғандай болды. Ерланға айтыңдар, мен босымды сатып кеткен жоқпын. Не айтқың келіп тұр? Олар анамды кепілге алған. Еркежанның көзінен жас парлап кетті. Сен жалғыз қалдым. Дидар басын ақырын шайқады. Мен онсыз да өзімді кешірмеймін. Ол соңғы рет терең дем алды. Ерлан, мені кешір. Дидардың қолы босап кетті. Жүрек соғысын көрсетіп тұрған аппарат ұзақ, бір қалыпты дыбыс шығарды. Ту! Еркежанның жан дауысы аурухананы жаңғыртты. Дидар! Дәліздің арғы шетінде қара киім киген бір адам бәрін үнсіз бақылап тұрды. Еркежанның қолындағы күміс кілтті көргенде оның көзі үлкейіп кетті. Ол дереу телефонын алып бір ғана сөйлем айтты. Шеф, олар кілтті тауып алды. Телефонның ар жағынан Шерханның ашылу дауысы естілді. Не болса да олар ескі диірменге бірінші болып жетпеу керек. Таң әлі ата қоймаған. Аспанды қара бұлт торлап, ұсақ жаңбыр сіркіреп тұрды. Еркежан мен Жаннұр Дидардың жаназасына да қатыса алмады. Өйткені Дидардың аманаты олар үшін бәрінен маңызды еді. Еркежан алақанындағы күміс кілтке ұзақ қарады. Осы кішкентай кілттің ішінде Ерланның тағдыры жатыр. Жаннұр үнсіз басын изеді. Егер кешкісек, бәрі бітеді. Екеуі ауыл шетіндегі ескі диірменге қарай жол тартты. Ескі диірмен. Кезінде ауылдағы ең үлкен ұн тартатын орын болған. Қазір есігі шіріп, терезелері сынған. Айналасын арам шөп басқан. Ауыл адамдары бұл жерге көптен бері аяқ баспайтын. Қорқып тұрған жоқсың ба? Деді Жаннұр. Ерлан түрмеде отырғанда қорқуға хақымыз жоқ. Еркежан есікті итеріп ашты. Ескі ағаш сықырлап, ауыр есік баяу ашылды. Іші қараңғы. Шаң басқан. Бұрыштарда өрмеші торы салбырап тұр. Кенет тас! Жоғарғы қабаттан бір дыбыс естілді. Екеуі селк ете қалды. Мысықшар, деді Еркежан өзін жұбатуға тырысып. Диірменнің жертөлесіне түскенде қабырғаға орнатылған үлкен темір сейфті көрді. Дидар осыны айтқан. Еркежан қалтасынан күміс кілтті шығарып құлыпқа салды. Кілт алғашында айналмады. Ол тағы бір рет бұрады. Тық! Құлып ашылды. Сейфтің есігі баяу ашылды. Ішінде қалың құжаттар, бірнеше бума ақша және қара түсті флешка жатыр. Жаннұр флешканы қолына алды. Мүмкін барлық дәлел осында шығар. Еркежан құжаттарды ақтара бастады. Көздері бір қағазға түскенде тынысы тарылып кетті. Бұл Болаттың қолымен жазылған хаттама еді. Онда Шерханның бірнеше жыл бойы заңсыз жер сатып алғаны, адамдарды қорқытып келгені және басқа да қылмыстар жазылған. Ерланды әдейі құрбан еткен. Жаннұрдың даусы дірілдеп шықты. Дәл сол сәтте диірменнің үлкен есігі тарс жабылды. Екеуі жалт қарады. Сырттан біреу құлыптап тастаған еді. Еркежан, иә, біз мұнда жалғыз емеспіз. Жоғарғы қабаттан аяқ дыбыстары естілді. Бір емес, екі емес, бірнеше адам. Ескі баспалдақ сықырлап, біреу төмен түсіп келе жатты. Көлеңкеден Шерхан көрінді. Оның артында Рауан мен 4 қарулы жігіт тұрды. Шерхан баяу күлімсіреді. Дидар өлер алдында көп сөйлеп кеткен екен. Рауан Еркежанның қолындағы флешкаға көзін қадады. Оны өз еркімен бересің бе, әлде өзіміз аламыз ба? Еркежан флешканы алақанына қысып ұстап, бір адым артқа шегінді. Қанша қорқытсаңдар да, Ерланның өмірін енді құта алмайсыңдар. Шерханның жүзі суып кетті. Онда бұл диірменнен ешқайсың тірі шықпайсыңдар. Ол қолын көтеріп белгі берді. Қарулы жігіттер қыздарға қарай бір уақытта қозғалды. Диірмен үшін ауыр үнсіздік басты. Қарулы жігіттер Еркежан мен Жаннұрды қоршап алды. Рауан қолын созды. Флешканы бер. Еркежан басын шайқады. Жоқ, соңғы рет айтып тұрмын. Мен Ерланды сатпаймын. Рауан ашуға болығып, Еркежанға жақындай берді. Бірақ Шерхан қолын көтеріп тоқтатты. Асықпа. Ол баяу басып сейфтің жанына келді. Сендер әлде әділдік жеңет деп ойлайсыңдар ма? Ешкім жауап бермеді.
Бұл өмірде ақшасы мен билігі бар адам ғана жеңеді. Жаннұр батылданып алға шықты. Жоқ, бір күні шындық бәрібір ашылады. Шерхан суық жымиды. Өкініштісі, сендер ол күнді көрмейсіңдер. Шерхан жігіттерінің біріне қарап, бензинді әкел. Еркежан мен Жаннұрдың өңі қуарып кетті. Не істемексіз, деді Еркежан. Бұл ескі диірменнің өзі де көптен бері құлағалдыр. Ертең жұрт электр сымынан өрт шығытты деп ойлайды. Жігіт бензин құйылған канистрді алып келді. Ол еденге, ағаш бағандарға және есікке бензин шаша бастады. Ауаны өткір иіс жайлады. Жаннұрдың көзіне жас келді. Бізді тірдей өртемек пе? Рауан үндемеді. Ол да алғаш рет әкесінің шектен шығып бара жатқанын сезді. Әке, мүмкін, үндеме, деп ақырды Шерхан. Енді артқа жол жоқ. Осы кезде аудандық полиция бөлімінде жас тергеуші Нұрбек Дидардың соңғы айтқан сөздері жазылған диктофонда қайта-қайта тыңдап отырды. Шерхан, ескі диірмендегі сейф. Ол орнынан атып тұрды. Диірмен? Не болды? Деді әріптесі. Егер Дидар шындықты айтқан болса, олар дәл қазір қауіпте. Нұрбек бірден қызметтік көлігіне отырып, бірнеше полиция жасағын ертіп, ескі диірменге қарай жүйткіді. Диірмен ішінде Шерхан сіріңкені қолыма алды. Соңғы тілектерің бар ма? Еркежан флешканы кеудесіне қысып, Ерлан, бір күні бәрібір ақталады. Ол күн ешқашан келмейді. Шерхан сіріңкені тұтатты. Жалын баяу жана бастады. Сол сәтте диірменнің екінші қабатынан бір нәрсе тарс етіп құлады. Барлығы жалт қарады. Кім бар? Деп айқайлады Рауан. Үнсіздік. Келесі секундта қараңғылықтан темір құбыр ұшып келіп, бензин құйылған канистрге соғылды. Канистр аударылып, бензин Рауанның аяғына шашырады. Абайла! Деп айқайлады ол. Сол мезетте белгісіз біреу жоғарыдан секіріп түсіп, Рауанның қолындағы тапаншаны теуіп жіберді. Сен? Шерханның көзі шарасына шығып кетті. Қараңғылықтан шыққан адамның жүзін көргенде Рауанның тізесі қалтырай бастады. Бұл мүмкін емес. Белгісіз адам үнсіз ғана алға бір қадам басты. Оның жүзі әлі анық көрінбесе де, дауысы диірмен ішін жаңғыртты. Бүгіннен бастап сендердің өтіріктерінің соңы басталды. Диірменнің іші қараңғы. Жанған шырпы Шерханның қолынан жерге түсіп, дымқыл бетонға тиіп сөніп қалды. Бәрінің назары қараңғылықтан шыққан бейтаныс адамға ауды. Бұл кім? Деп күбірледі Жаннұр. Бейтаныс адам үнсіз алға жүрді. Басына қара капюшон киген, жүзі анық көрінбейді. Рауанның тынысы тарылып кетті. Жоқ, сен өлдің ғой. Бейтаныс адам басындағы капюшонды шешті. Сағындың ба, Рауан? Рауан екі қадам кейін шегінді. Болат? Жаннұр мен Еркежанда аң-таң қалды. Болат аға? Шерханның жүзі бозарып кетті. Бұл мүмкін емес. Алдыларында тұрған адам шынымен Болатқа ұқсайтын. Бірақ ол Болат емес еді. Мен Болат емеспін, деді әлгі адам. Онда кімсің? Мен Болаттың туған інісі, Бекзат. Бекзат белдеуінен қызметтік куәлігін шығарып көрсетті. Мен ұлттық қауіпсіздік қызметінің арнайы тергеушісімін. Шерхан үнсіз қалды. Бір жылдан бері сендердің соңдарынан түсіп жүрмін. Рауанның дауысы қарлығып шықты. Сонда бәрін білдің бе? Болат ағам өлерінен бір күн бұрын барлық құжаттардың көшірмесін маған жіберген. Шерхан жұдырығын тиді. Демек, сендердің әр қадамдарың бақылауда болды. Осы сәтте диірменнің сыртынан полиция көліктерінің дауысы естілді. Полиция, ешкім қашпасын! Рауан ашуланып тапаншасын іздей бастады, бірақ қаруы жоқ. Әке, не істейміз? Шерхан айналасына қарады, қашатын жол қалмаған. Бірақ ол берілуге ниетті емес еді. Кенет ол Жаннұрды жеркесінен тартып алып, мойнына пышақ тақады. Ешкім жақындамасын! Еркежан айқайлап жіберді. Жаннұр, полицияда ішке кіріп тоқтап қалды. Бекзат сабырмен сөйледі. Шерхан, бәрі бітті. Жоқ, әлі біткен жоқ. Пышақты таста. Артынан бір қадам жасасаңдар, қызды өлтіремін. Рауан әкесіне қарады. Көз алдында бала күнгі әкесі тұр емес. Алдында жан сақтау үшін ештеңеден тайынбайтын қылмыскер тұрды. Әке, үндеме. Әке, жетеді. Мен саған үндеме дедім. Рауан көз жасын әрең ұстап тұрды. Осы күнге дейін сіздің айтқаныңызды істедім. Ерланды да сіз үшін құрдым. Дидардың өліміне де мен кінәлімін. Бірақ енді жетеді. Бүкіл диірмен іші үнсіз қалды. Шерхан алғаш рет өз ұлының өзіне қарсы шыққанын көрді. Мен шашадым. Рауан баяу әкесіне қарай жүрді. Жаннұрды жіберіңіз. Жолама. Әке, тағы бір қадам жасасаң? Рауан тоқтамады. Келесі сәтте ол әкесінің қолын қағып жіберді. Пышақ жерге сылдырлап түсті. Полиция қызметкерлері сол мезетте ұмтылып, Шерханды жерге жығып, қолына кісен салды. Бірақ дәл сол сәтте диірменнің төбесінен күйік иісі шыға бастады.
Бірнеше минут бұрын төгілген бензин ағаштарға сіңіп қалған еді. Жоғарғы қабаттан кішкентай жалын көрінді. Өрт, бәрі сыртқа! Бекзат айқайлады. Адамдар сыртқа қарай жүгіре бастады. Ал жерде шашылып жатқан флешка мен құжаттарды ешкім байқамады. Жалын оларды баяу қоршай бастады. Ескі диірменнің ағаш төбесі тарс-тарс сынып, жалын әп-сәтте бүкіл ғимаратты шарпыды. Бәрі сыртқа! Деп айқайлады Бекзат. Полиция қызметкерлері адамдарды сыртқа шығара бастады. Еркежан мен Жаннұр есікке қарай жүгіріп бара жатқанда, Еркежан кенет тоқтап қалды. Флешка! Не болды? Деді Жаннұр. Дәлелдер іште қалды. Жаннұр оның қолынан ұстап қалды. Барма, өліп қаласың. Ол дәлелсіз. Ерлан өмір бойы түрмеде отырады. Еркежан Жаннұрдың қолын босатып жіберіп, қайтадан жалынның ішіне қарай жүгірді. Еркежан! Деп айқайлады Жаннұр. Диірменнің іші түтінге толып кеткен. Тыныс алу қиындай түсті. Еркежан орамалын аузына басып, сейф тұрған бөлмеге жетті. Жалын қабырғаларды шарпып жатыр. Еденге шашылып жатқан құжаттар бірінен соң бірі өртеніп барады. Жоқ, жоқ! Ол тізерлей отырып, қағаздарды жинай бастады. Кенет темір сөренің астынан қара флешка көрінді. Таптым! Дәл сол сәтте үстіндегі алып ағаш арқалық сықырлай бастады. Сыртта Жаннұр жылап тұр. Ол шықпай жатыр. Бекзат бір полицейге бұрылды. Өрт сөндірушілер қайда? Жолда! Сол кезде Рауан өртені жатқан диірменге ұзақ қарап тұрды. Көз алдынан өткен өмірі өтті. Ерлан, Дидар, Болат, барлығы. Ол көзін жұмды. Мұның бәріне мен кінәлімін. Шерхан кісендеулі күйде айқайлап жіберді. Ешқайда барма, өлесің! Бірақ Рауан әкесіне қарамады. Ол күртесін шешіп, бетін жауып алды да, лапылдаған жалынның ішіне қарай жүгіріп кетті. Рауан! Деп айқайлады Бекзат. Диірмен ішінде. Еркежан құжаттарды құшағына қысып тұрған. Кенет төбеден құлаған арқалық оның жолын жауып тастады. Жалын жан-жағын қоршай бастады. Құдайым! Ол жан-жағына қарады. Шығатын жол жоқ. Сол кезде түтін арасынан біреу жүгіріп келді. Еркежан! Рауан! Жүр, тез! Сен қазір сөйлесетін уақыт жоқ. Рауан ауыр арқалықты бар күшімен көтеруге тырысты. Бірнеше рет әрекет етті. Ақыры жол ашылды. Шық! Ал сен ше? Мен артынан барам. Еркежан сыртқа қарай еңбектеп шықты. Бірақ дәл сол сәтте тағы бір үлкен бөрене төбеден құлап, Рауанның иығына түсті. Ол жерге құлап қалды. Рауан! Рауан ауыр сынғанына қарамай Еркежанға айқайлады. Кет! Құжаттарды сақта! Мен сені тастамаймын. Егер қалсаң, Ерлан ешқашан ақталмайды. Еркежан көз жасына ерік берді. Құжаттарды құшақтап сыртқа қарай жүгірді. Диірменнің есігінен Еркежан шыққан сәтте өрт сөндірушілер де жетті. Ол қолындағы флешка мен құжаттарды Бекзатқа ұстатты. Міне, барлық дәлел. Бекзат оларды алып бірден қорғауға берді. Бірақ Еркежанның көзі тек диірменде еді. Рауан! Сол сәтте күс! Диірменнің төбесі опырылып құлады. Жан-жаққа жалын мен түтін көтерілді. Жаннұр көзін басып жіберді. Жоқ. Еркежан тізерлеп отыра кетті. Рауан! Диірмен толықтай отқа оранды. Түн ортасы. Тергеу изоляторы. Ерлан темір кереуетте үнсіз отыр еді. Есік ашылды. Бекзат кірді. Ерлан Сейтқазылы? Иә. Менің атым Бекзат. Саған жақсы жаңалығым бар. Ерлан үнсіз қарап тұр. Сенің кінәсіз екенің дәлелденді. Ерлан сенбей қалды. Не дедіңіз? Нағыз қылмыскерлер әшкереленді. Сонда ертең таңертең сен бостандыққа шығасың. Ерланның көзінен жас ыршып кетті. Ол 5 саусағымен жүзін басты. Анам? Анаң сені күтіп отыр. Еркежан. Бекзат күлімсіреді. Ол да күтіп жүр. Ерлан бірнеше секунд үнсіз отырды. Сосын баяу ғана. Ал Дидар ше? Бекзаттың жүзі күрт өзгерді. Ол сені құтқару үшін жанын қиды. Ерлан көзін жұмды. Көз алдынан бала күнгі достықтары өтті. Мен оны кешірдім. Сол түні ауруханада Рауан жалғыз жатты. Палатаға кісен тағылған Шерханды полиция алып келді. Шерхан ұлына қарады. Сен мені сатып кеттің. Рауан әкесіне бұрылмады. Жоқ. Мен алғаш рет шындықты таңдадым. Сен әлсіз болып шықтым. Рауан баяу ғана басын шайқады. Әлсіз мен емес. Бар өмірін өтірікпен өткізген адам сіз. Шерхан үнсіз қалды. Алғаш рет оның айта сөзі қалмаған еді. Таң атты. Тергеу изоляторының ауыр темір есігі баяу ашылды. Ерлан Сейтқазылы қолындағы аз ғана заттарын алып сыртқа шықты. Бірнеше күннің ішінде ол қатты өзгерген еді. Жүзі жүдеп, жанары мұңға толған. Бірақ бүгін ол қайтадан бостандықтың ауасын жұтып тұр.
Есіктің алдында анасы Шолпан көз жасына еріп беріп тұр екен. «Балам!» Шолпан жүгіріп келіп ұлын құшақтай алды. «Апа, саған сендім балам. Бір күнді сенен күдер үзбедім». Ерлан анасын құшақтап тұрып үнсіз жылады. «Мен сізді қатты сағындым». Жанында тұрған Еркежан да көз жасын тия алмады. Екеуінің жанары түйіскен сәтте сөздің керегі болмады. Ерлан оған жақындады. «Сен күттің бе?» Еркежан жымиып басын изеді. «Соңғы демім қалғанша күтетін едім». Ерлан оның қолынан ұстап, «Енді ешқашан жібермеймін». Бірнеше күннен кейін аудандық соттың алғашқы отырысы өтті. Флешкадағы бейне жазбалар, Болаттың құжаттары және Дидардың өлер алдындағы көрсетпесі түгел дәлел ретінде ұсынылды. Шехан барлық айып бойынша кінәлі деп танылды, ал Рауан өз кінәсін толық мойындады. Ерланға тағылған жалған айыпқа да, Дидарды қоқытуға да қатысқаным рас. Мен жазамды төбе дайынмын, деді ол сот алдында. Сот залында үнсіздік орнады. Ерлан Рауанға қарап тұрды. Жүрегінде ашу болғанымен өшпенділік қалмаған еді. Соттан кейін Еркежан бір шешім қабылдады. «Мен ауруханаға барып келем», деді ол. «Қайда?» деп сұрады Ерлан. «Рауанның жағдайын білгім келеді». Ерлан үнсіз ғанана басын изеді. «Бар, адамның халін сұрау адамгершілік». Аурухана. Палаташы тым-тырыс. Рауан терезеге қарап үнсіз жатқан. Денесінің біраз жері таңулы. Есіктің ашылғанын естіп басын бұрды. Еркежанды көргенде көзіне жас келді. «Еркежан, сен бе?» «Иә, жағдайынды білуге келдім». Рауан мұайып күлімсіреді. «Мен саған сонша жаманда жасадым, сонда да келдің бе?» Адамның жағдайын сұрау, оның істеген ісін ақтау емес. Палатада үнсіздік орнады. Рауан ауыр көсінді. «Сен менен неге бұлай істедің деп сұрағың келетін шығар?» «Иә, осы күнге дейін соны түсіне алмадым». Рауан көзін жұмып алды. «Себебі мен сені жақсы көрдім». Еркежан үнсіз тыңдап тұрды. «Мектеп кезінен бастап жақсы көрдім, бірақ сенің жүрегіңде тек Ерлан болды. Сен оған қараған сайын ішімді қызғаныш өртейтін». Ол көз жасын сыртты. «Неге ол? Неге мен емес?» деген ой мені күн сайын жеді. Сол қызғаныш бір күні өшпенділікке айналды. Әкем соны пайдаланды. «Ерланды жолдан алып тастасаң, Еркежан сенікі болады» деп мені айдап салды. Дауысы дірілдеп кетті. «Мен соған сендім. Сөйтіп ең үлкен қателігімді жасадым. Ерланды қараладым. Дидардың өліміне себепкер болдым. Сені жылаттым». Анандай болған Шолпан апаның көз жасына қалдым. Рауан жылап жіберді. «Еркежан, мені кешірші. Мен сенің махаббатыңа лайық адам болмадым. Егер уақытты кері қайтарасам, бәрін басқаша істер едім». Еркежан да көзіне келген жасты сыртты. «Өткенді ешкім қайтара алмайды, Рауан. Бірақ адамның шын өкінгені де үлкен сынақ. Сен енді қалған өміріңді шындықпен сүр». Рауан басын изеді. «Бір ғана өтінішім бар. Айта бер. Ерланнан мен үшін кешірім сұра. Ол мені кешірмесе де ренжімеймін. Мен соған лайықпын». Еркежан үнсіз ғана. «Айтамын». Есіктен шығар алдында Рауан ақырын ғана. «Еркежан, Ерлан екеуің бақытты болыңдар. Менің сүйгенім шынайы еді, бірақ қызғаныш сол махаббатты жек көрушілікке айналдырды». Еркежан артына бұрылмай палатадан шығып кетті. Рауан жалғыз қалып көзін жұмды. Алғаш рет оның жүрегінде кек те қызғаныш та жоқ еді. Кек ауыр өкініш қана қалған. Күздің салқын таңы еді. Түрме қабырғасының ар жағында Шерхан темір төсекте үнсіз отырды. Кеше ғана ауылды уысында ұстаған, жұрттың бәрі қорыққан адам бүгін 4 қабырғаға қамалды. Ұйқы көрмеген көздері шаршаған, бірақ жанын жеген нәрсе түрме емес еді. Ұлы Рауанның соңғы сөзі. «Мен алғаш рет шындықты таңдадым». Осы сөз қайта-қайта құлағында жаңғырап тұрды. Сол күні таңертең түрме дәрігері камераға кірді. «Шерхан, жағдайыңыз нашарлап барады. Ештеңе етпейді. Қан қысымыңыз өте жоғары, жүрегіңіз сыр беріп тұр». Шерхан үнсіз ғана терезеге қарады. Бір кезде ауыр күрсініп, «Бекзатты шақырыңдар». «Не үшін?» «Айтарым бар». Бекзат түстен кейін түрмеге келді. «Не айтасыз?» Шерхан біраз үнсіз отырды. «Өмір бойы ақша мен биліктің соңынан қуыппын. Соңында жалғыз қалдым». Бекзат үнсіз тыңдап отыр. «Менің бір ғана өтінішім бар». «Қандай?» «Ерланды, Еркежанды және Шолпанды осында шақыр». «Олар келет деп ойлайсыз ба?» «Келмесе де айтып көр». Келесі күні Ерлан, Еркежан, Шолпан және Бекзат түрмеге келді. Шерхан оларды көргенде басын көтере алмай қалды. Кеше ғана тәкаппар адам бүгінде әбден қартайып кеткендей. Алғаш болып Шолпан сөйледі. «Бізді не үшін шақырдың?» Шерханның көзіне жас келді. «Кешірім сұрау үшін». Шолпан үнсіз қалды. «Сейітқазыдан да, сенен де, ұлыңнан да көп қиянат жасадым». Ерлан таңырқап қалды. «Әкемнен?» Шерхан көзін жұмды. «Иә. Не айтқыңыз келеді?»
Шерханның үні әлсірей түсті. Осыдан 25 жыл бұрын әкең Сейітқазы менің заңсыз ісімді әшкерелемек болды. Ерланның жүрегі зу ете қалды. Сонда мен адамдарымды жібердім. Шолпан көз жасына ерік берді. Демек, Сейітқазының апатқа ұшырауы кездейсоқ болмағаны ғой. Шерхан үнсіз басын изеді. Мен оның өліміне себепкермін. Бөлмені үнсіздік басты. Ерланның жытырығы түйіліп кетті. Көз алдына өмір бойы сағынған әкесі елестеді. Сен менің әкемді өлтірдің. Иә, сосын мені де өлтірмек болдың. Иә, неге? Шерхан еңкілдеп жылап жіберді. Себебі сен әкеңе ұқсап бара жаттың. Адал едің, сенем қорықтым. Ерлан ашуға булығып орнынан тұрды. Бекзат олы оғынан ұстап қалды. Сабыр. Ерлан көз жасын әрең тоқтатты. Мен сені өмір бойы жек көрем деп ойлағанмын. Шерхан үнсіз басын төмен салды. Соған лайықпын. Бірақ бәрі Ерланға қарады. Мен сендей болғым келмейді. Кек менің әкемді қайтармайды. Сондықтан сені Алланың сотына тапсырдым. Шерхан өксіп жылап жіберді. Рахмет. Дәл сол сәтте Шерханның кеудесі қатты шаншып кетті. Ол жүрегін ұстап қалды. Ах! Күзетшілер жүгіріп келді. Дәрігер! Шерхан жерге құлап түсті. Дәрігерлер бірнеше минут бойы қолдан келгеннің бәрін жасады. Бірақ олар үнсіз бастарын шайқады. Шерхан соңғы демінде көзімен ұлы Рауанды іздегендей болды. Ерні әрең қимылдап, «Рауан, кешір», деді. Жүрегі тоқтады. Түрмеден шыққан соң бәрі үнсіз келе жатты. Еркежан Ерланның қолынан ұстап, енді бәрі артта қалды. Ерлан көк аспанға қарап терең дем алды. Жоқ. Неге? Әкемнің арманы енді ғана орындалуы керек. Қандай арманы? Адалдықпен өмір сүру. Еркежан оның ойғына басын қойды. Екеуі үнсіз алға қарай жүріп кетті. Арада 1 жыл өтті. Бір кездері бүкіл ауылды дүрліктірген қанды оқиға енді тарихқа айналған. Ауылда тыныштық орнады. Бірақ әр адамның жүрегінде өткен күндердің ізі мәңгі сақталып қалды. Көктемнің шуақты күні. Ауыл мешітінде Дидар мен Болаттың учына Құран бағышталды. Ерлан, Еркежан, Шолпан, Бекзат және ауыл тұрғындары дұға жасап отыр. Имам дұғасын аяқтаған соң бәрі орындарынан тұрды. Ерлан Дидардың қабірінің алдына келіп, ұзақ үнсіз тұрды. Досым, сен мені өмірінің соңғы сәтінде болса да құтқарып қалдың. Ол қабірдің үстіне бір тал ақ гүл қойды. Мен сені баяғыда кешіргенмін. Алла сені рахымнансın. Ерланның көзінен тағы бір тамшы жас сырғып түсті. Бірнеше күннен кейін аурухана. Рауан толық жазылып шыққан еді. Бірақ сот үкімі бойынша бірнеше жылға бас бостандығынан айырылды. Полиция оны алып кетуге келген. Рауан сыртқа шығар алдында артына бұрылып қарады. Дәліздің соңында Ерлан тұр екен. Екеуі алғаш рет ешқандай ашусыз бір-біріне қарады. Рауан баяу жақындады. Ерлан, тыңдап тұрмын. Мен сенен кешірім сұрауға лайық емеспін. Бірақ өмірімнің соңына дейін осы күнәларым үшін өкінемін. Ерлан үнсіз біраз тұрды. Сосын қолын созды. Рауан таңырқап қалды. Өткенді өзгерте алмаймыз. Бірақ адамға өзгеруге мүмкіндік беру керек. Рауанның көзінен жас ақты. Ол Ерланның қолын қысты. Рахмет. Мен сені ақтамаймын. Жазаңды өте, бірақ сол жерден басқа адам болып шық. Рауан басын изеді. Уәде беремін. Полиция қызметкерлері оны алып кетті. Рауан соңғы рет артына бұрылып, Ерлан мен Еркежанға қарады. Ол күлімсіреді. Бұл күлімсіреуде қызғаныш жоқ еді, тек өкініш пен үміт қана бар еді. 6 айдан кейін Ерлан мен Еркежанның үйлену тойы өтті. Бүкіл ауыл жиналды. Шолпанның жүзіне ұзақ жылдан кейін шынайы күлкі оралды. Бекзат та жастарға ақ тілегін айтты. Сендердің махаббаттарың талай сынақтан өтті. Енді үйлерінен береке кетпесін. Ерлан Еркежанның қолынан ұстап, мен саған бір уәде беремін. Қандай? Біздің үйде ешқашан өтірік те, кек те болмайды. Еркежан жымиып, онда үйде тек махаббат өмір сүреді. Екеуі бір-біріне қарап күлімсіреді. Бірнеше жылдан кейін Ерлан мен Еркежанның бір ұлы мен бір қызы дүниеге келді. Шолпан немерелерін құшағын алып, адамның ең үлкен байлығы отбасы екен, деп көзіне жас алды. Ерлан көк аспанға қарап, әкесін есіне алды. Әке, сен армандаған адал өмірді жалғастыруға тырысам. Жел баяу есіп өтті. Ерлан жүрегінде әкесінің аманатын орындап келе жатқанын сезді. Кек ешқашан адамды бақытқа жеткізбейді. Рауан қызғаныштың соңынан еріп, өз өмірінде, өзгелердің өмірінде ойран етті. Шерхан билік пен байлық үшін ең жақын адамдарынан айырылды.
Ал Ерлан кек алуды емес, кешіруді таңдады. Сол үшін ол ең қымбат сыйға, бақытты отбасымен тыныш өмірге қол жеткізді. Өйткені өмірдегі ең үлкен жеңіс жауыңды жеңу емес, жүрегіңдегі кекті жеңу. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз бізге жаңа әсерлі қазақша әңгімелер ұсынуға шабыт береді.